Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен осындай өте керемет, қазіргі таңдағы хит болып жатқан өзім тойларға заказ алып жүрген чайный набордың рецептісімен бөлісетін боламын. Менің келесі видеомнан красный бархат пен вупи пайдың пирожныйының рецептісін көре аласыздар, достар. Майымызды ұнға аунатып, теркадан жақсылап өткізіп аламыз. Майымыз міндетті түрде морозильникте тұруы қажет. Оның үстінен қалған ұнымызды салып, үстінен бір жұмыртқамызды, бір чайный ложка разрыхлителімізді және құмшекерімізді салып, қолымызбенен осылай барлығын араластырамыз. Қамыр илемейміз, тек қана араластырамыз. Бізде барлығы араласып болды. Енді бетін жауып, морозильникке 10 минутқа салып қоямыз. Келесі біз начинкамызды дайындаймыз. Творогымызға қаймағымызды, оның үстінен 2 жұмыртқамызды және құмшекерімізді салып, миксерменен жақсылап араластырып аламыз. Бізде осындай масса пайда болуы қажет. Одан соң пергамент қағазымызға қамырларымызды орналастырып шығамыз. Жан-жағына бортиктерін жасап шығамыз. Біздің начинкамыз сыртына ағып кетпеу үшін. Осылай барлығын тегістеп шығамыз қолымызбенен. Оның үстінен начинкамызды құямыз. Барлығын осылай жайып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пешімізде 200 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Бізде 30 минут өтті. Осылай өте керемет болып пісіп шығады. Енді осылай барлығын бір келкі етіп кесіп аламыз. Достар, сіздермен өте керемет тегін мастер-класс өткізіп жатырмын. Осы пирожныйлардың барлығын мен тойларға заказ алып қабылдап жүрмін. Келесі біз тирамису пирожныйымызды дайындаймыз. Ең алдымен кремімізге сливкиімізді, құмшекерімізді салып, 1 минут миксерлеп аламыз. Оның үстінен творожный сырымызды салып аламыз. Миксерменен жақсылап араластырамыз. Креміміз дайын болғанынша, өзінің формасын ұстап тұрғанынша. 3-4 минуттай миксерлеп алдық. Менің кремім осымен дайын. Кремімізді пищевой пленкамызға салып аламыз. Алдын ала кофемізді дайындап, суытып қоямыз. Бізде осындай савоярди печенесі. Осы печенені алып, кофемізге құмшекері бар бетін малып, келесі бетімен ыдысымызға орналастырып шығамыз. Енді үстінен кремімізді жағып шығамыз. Кремдерімізді жағып болғаннан соң барлығын бір келкі етіп тегістеп шығамыз. Оның үстінен келесі екінші қабат печенелерімізді орналастырып шығамыз. Үстінен кремдерімізді жағып шығып, тегістеп аламыз. Осылай тегістеп болғаннан соң, үстіне әсемдеу үшін какаоымызды сеуіп шығамыз. Біздің тирамисуымыз дайын, енді біз кесіп шығамыз.
ортасынан осылай бөлеміз және бір печеньеміздің дәл ортасынан бөліп аламыз. Және екі печеньемізді осылай бөлсек, бір пирожный шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, осындай болып шығады.